екі бағыт бар. Ол біреуі ДДУ. Мына сабақта сіздерге ыңғайлы болу үшін мемлекеттік гарантия, одан кейін көп адамдар үлескер болып алданып жатады ғой. Сол туралы ақпарат беріп өткім келеді. Мынау үлескер болып алданып қалмауымыз үшін жалпы екі бағыт бар. Ол біреуі ДДУ деп жатамыз, яғни договор долевого участия, яғни үлескер болу құжаттамасы. Екінші жағдай ФГЖС. Енді осының барлығын бізде қазақшада кішкене нелеу болады. Мемлекеттік кепілдендіру қоры бірдеңе деп кетеді. Фонд гарантирования жилищного строительства. Тұрғын үйді бір нәрсе деп. Сондықтан бұның барлығын бізде үйреніп қалғанбыз. ФГЖС немесе ДДУ. ФГЖС фонд гарантирования жилищного строительства. ФГЖС. Осы төрт әріп жаттап алсаңыздар болды. Және де ДДУ-ға договор долевого участия. ДДУ дейді оны, үш әріп. ДДУ. Енді қараңыздар, бұл екеуінің бір-бірінен айырмашылығы неде? Егер де менің жерім болады, сол жерге мен үй салатын болсам, егер де маған әкімшілік тарапынан гарантия беретін болса, былайша айтқанда, әкімшілік рұқсатын беретін болса, ол ДДУ болып саналады. Договор долевого участия. Ал егер де ол мемлекеттік деңгейдегі рұқсат болса, ол ФГЖС саналады. Енді қараңыздар, мысалға, кейбір үйлер салынбай қалып жатады. Көп ондай үйлер, мысалға, менде кезінде бір үйге дольщик болғанда 3 жылда салынып бітті. Әйтеуір главный кілтін алдық, бірақ мерзімнен 2019-да береді деген үй 21-дің басында ма, сондайда берілді мысалға. Сондықтан ода ешқандай ФГЖС да жоқ болды, ДДУ да жоқ болды, айтып бүйтіп мысалға салынды деген сияқты. Бұл жерде енді кейбір үйлер бар, кейбір құрылыс компаниялары бар, ешқандай ФГЖС да жоқ, ДДУ да жоқ, әйтеуір жері бар, главный алады, өзіне сенімді адам, ешкімнен, әкімнен де рұқсат алмай, мемлекеттен де рұқсат алмай, әйтеуір сала береді мысалға, өзінің ақшасы бар. Ондай жағдайда енді сіздер өздеріңіз тәуекелге барасыздар. Кейде ондай ДДУ да жоқ, ФГЖС да жоқ үйлер арзанырақ болады. Содан кейін кейбіреулер алданып жатады. Сондықтан өздеріңіз көресіздер. Мен енді ешкімді үгіттемеймін, чтобы үй алған кезде прям ФГЖС сұраңыз, немесе прям ДДУ болсын, немесе болмасын дегенде. Бірақ ФГЖС, ДДУ деген нәрсе ол былайша айтқанда запасная подушка. Что ол үй бәрібір салынады. Сіз ешкімге ешқандай алданбайсыз деген гарантия ғой, былайша айтқан кезде. Енді бұрын ФГЖС арнайы компания болып, ФГЖС болып өзі бөлек жүретін, кейін осы 2021 жылы, өткен жылы бәйтеректің құрамына барлығын қосып, білесіздер ме, КИК деген болды, Казахстанский ипотечный компания болған. Соның барлығын алды да қосып Казахстанская жилищная компания. Бұрын ипотечный компания болды. Қазір олар ипотека бермейді, қазір тек жилищный компания қылдырып, соның ішіне ФГЖС-ті кіргізіп тастады. Көрдіңіздер ғой. Ол жерде сол ипотека ордасы болды, ол енді болған бағдарлама, мысалға орда. Одан кейін міне сайттан да қарап отырсаңыздар, нұрлы жер, мұғалім, медиктерге дейін бұның барлық өтіп кеткен нәрселер. Бірақ бұл жердегі үйлер өзі анандай. Бірең саран 50 үй ғана, Қазақстан бойынша 70 үй ғана береді деген сияқты да. Бұған енді қатты бір не надо надеяться. Бұл жердегі сол көбінесе бюджетный сферадағылар үй алып, бұлардың көбінесе конкурстары жұмыс процесінде өзі ішінара болып жататын дүниелер да, мысалға. Например, отбасы банкте ол 50-50 жинадыңыз, любой уақытта үй ала бересіз, болмаса отбасы банктың сайтына кіріп, конкурстарға қатыса бересіз. Бұл жақта кішкене процесс сәл басқаша да. Осыны айтқым келеді. Енді қараңыздар, ФГЖС-ті ол мемлекеттік деңгейде деп айттым, ДДУ-ның айырмашылығы әкімшілік. Егер де сіз бір жерге салынып жатқан үйге дольщик болатын болсаңыздар, сіздер сауатты түрде менеджерден былай сұрасаңыздар болады. У вас есть ДДУ? Либо у вас есть ФГЖС? Сіздерде ФГЖС бар ма, гарантиясы? Жоқ десе, енді кішкене ойланатын нәрсе, мүмкін рисковать ететін нәрсе деген сияқты. Себебі менде де бір-екі моменттер болды. Ешқандай ДДУ жоқ, ФГЖС жоқ компанияға да өзім тәуекелге барып, үйім ақшамды құйғам, бірақ
үйді уақытында салып берді, например, иә. Сондықтан бұл жерде андай қағида болмау керек. Егер де ДДУ да жоқ, ФГЖС да жоқ болса, мен алдан қалам деген сияқты. Просто тәуекел, рисковать етесіз негізінде. Ал енді қараңыздар, мынау сайтты жаттап алыңыздар. Міне TTC KZ.ru кәдімгі осы Қазақстан тұрғын үй компаниясының сайты. Осы сайтқа кірсеңіз, енді мен орысша ыңғайлы, себебі қазақшада ақпарат кішкене кеш жетеді, себебі білесіздер ме, сайтты жаңартады, бірінші орыс тілінде жаңартады, сосын оны қазақ тіліне салу үшін 3-4 күн оны переводтайды. Сондықтан бәрімізге енді ортақ неде ренжімеңіздер, бірақ орысша ыңғайлы, маған да сізге де ыңғайлы болады деген ойдамын. Осы сайттың ішінде міне көріп тұрсыздар, деятельность деген нәрсе бар. Деятельность дегенді бассаңыздар, төмен қарай түсетін болсақ, гарантирование жилищного строительства. Бағынағы біздің айтып жүрген ФГЖС. Бұрын ол ФГЖС фонд болатын. Қазір просто гарантирование жилищного строительства деп қалды. Но бірақ біз бәрібір оны ФГЖС деп айтып үйреніп қалғанбыз. ФГЖС ол мемлекеттік деңгейде. Ол осы сайттан барлығын қарайсыздар. Ал ДДУ ол әкімшіліктің сайтынан. Ол мысалы Қызылордадасыз ба, Қызылорданың әкімшілігінен сұрайсыз. ДДУ бар ма, әкім рұқсат берді ма деген сияқты қарапайым тілмен айтсақ. Астанада үй салып жатыр ма, Нұр-Сұлтанда ДДУ әкімшіліктен сұрайсыздар. Ал мына фонд гарантирования жилищного ол мемлекеттік деңгейдегі бүкіл Қазақстан бойынша. Сонда қарайық, мінекей мына жерде для дольщиков деген нәрсе бар, иә. Осыны басамыз. Сіз яғни үлескер болғыңыз келіп тұр. Для дольщиков. Бүкіл мынаны басамыз. Реестр договоров о представлении гарантии по строящимся объектам. Осыны басатын болсақ, мінекей гарантиясы бар, осы уақытқа дейін алған салынып жатқан үйлердің бүкіл адресі, ЖК-сы, қай компания салып жатыр, қандай квадрат метрі, иә, общий. Одан кейін QR кодты да қойып қойған, қай жылы салынып бітеді, барлығы тұр, мінекей қараңыздар. Например, мына жерде любой бір ЖК-ны көре салайын. Нұр Астана құрылыс дейді, әулет construction, яғни қарасақ МЖК әулет дейді. Әулет деген ЖК Нұр-Сұлтан қаласында салынып жатыр, мінекей май айында кілті беріледі дейді. Бұл жерден қараңыздар, любой салынып жатқан үйде прям май айы дейма, әрине май айында кілтін берсе жақсы. Бірақ любой момент сіздер іштей психологически 3 ай запаста ұстаңыздар. Сізге май дейма, үйге толық кіру кілті может быть 3 айға созылады. Июнь, июль, августке дейін деген сияқты запас болу керек. А то көбі битет, мысалға компанияға ақшасын құяды, осы майды жаттап алады да, все, мен майда ол үйге кіремін, 1 айда ремонтымды жасаймын, июньде мен олған кіріп бітті. Қазір арендада тұрып атқан үйімде мен июньға дейін тұрам, июль, август тұрмаймын дейді, мысалға. Жоқ. Май дейма, все равно іште 3 ай запас ұстаңыздар, өтініш. А то көптеген адамдар бар, енді барлығы пенде, барлығы кешігеді, все равно. Все равно пандемия әсер етеді. Мысалға пандемияның кесірінен құрылыс компаниясына бір жерден бір құрылысшыдан ковид шықты ма, бітті, 14 күнге тоқтатып тастауға имеет право. 14 күнге стройка тоқтайды, барлығы былайша айтқанда карантинге кетеді. Міне соның барлығы әсер етеді. Мысалға BI групптың өзі кешігіп жатқан сәттері бар. Орда инвесттің өзі кезінде бір үйді алған кезде Орда инвесттің, қазір айтам, сентябрьде береді деген, кілтін декабрьде берді, мысалға. Сондықтан прям мына жерде тұрған датаға қатты жабысып қалмаңыздар. Мысалы 15 февраль 2023 дейді, прям 15 күні кілт береді деген нәрсе емес. Плюс-минус 3 ай болады. Запаста ұстаңыздар. Көрдіңіздер ме? Бұл жерден де бүкіл Қазақстан бойынша, айтып отырмын ғой, ФГЖС деген нәрсе бүкіл Қазақстан бойынша, ал ДДУ тек қана ол әкімшілік. Ол мына жердегі мысалы бір үй салынып жатыр, ол үйде ФГЖС болмауы мүмкін, бірақ ДДУ болуы мүмкін. Немесе бір үй салынып жатыр, ода ДДУ жоқ, тек ФГЖС болуы мүмкін. Главный болса болды, әйтеуір салынып бітеді, алданбай істеген мағына ғой. Ал егерде екеуі де жоқ болуы мүмкін. Екеуі жоқ болса, ол да енді құрылыс компаниясының өзінің ішіндегі ақшасына, экономикалық жағдайына байланысты, ол да алданбай, енді жаңа қалай айтсам екен, жақсы сенімді деген компания болса, онда алданбай, ол да уақытында салып береді. Ал егерде вдруг дейінші, вдруг не ФГЖСі жоқ, не ДДУ жоқ,
сондай бір компания болатын болса, вдруг ол үй салынып жатып, күшті салынып жатады, құдай сақтасын, бастығы өліп қалатын болса, білмеймін, шетелге қашып кететін болса, онда өкінішке қарай сіз ақшаңыз қайтпайды, алдандыңыз деген сөз. Ал егер де мына ДДУ-да немесе ФГЖСі бар компанияда осылай салып жатты, мейлі бастығы қашып кетсін, бастығы өліп қалсын, кризис болып кетсін, бірақ мемлекеттің мойнында жауапкершілік болады. Ол кезде мына үйіңіз кішкене әрине срогы жылжиды, 1 жылға жылжып кетуі мүмкін орта есеппен, бірақ любом случае үйіңіз салынып бітеді. Сондықтан мінекей осы сайтқа кіріп қарайсыздар. Жалпы сайтқа кіргенде де мынандай мәселе ғой. Мысалы, кейбір құрылыс компаниялары бүгін ФГЖС алуы мүмкін, қолдарында сертификаты бар, бірақ сайтқа кіресіз, сайтта ол жоқ болуы мүмкін. Ол сайтқа бірден шықпайды ғой. 1 айдың ішінде сайт обновление жасалынып отырады. Сонда ескеріңіздер деп айтқым келеді. Яғни ол сертификаттың түрі былай болады. Мысалға, енді мына Асыл Мұра, Нұр-Сұлтан қаласына салынып жатқан үйлер, кейбіреу Ақтауда салынып жатқан үйлер бар да, мысалға Discovery мен білетін Нұр-Сұлтан қаласында. Мінекей қараңыздар. Примерно гарантияның түрі осындай болады. Цветі несі өзгеріп отырады. Главный түрін көріп алдыңыздар деген ойдамын. Мінекей осындай жаңағындай нелерін, сертификаттарын жасап отырады. Көрдіңіздер ғой. Мына сайт деятельность, жаңағы айтқанда гарантированное жилищного строительства. Мысалы басқа сертификаты K7 Family, уже цвет өзгерген. Мына жерде жасыл цвет болып тұр, көрдіңіздер ме? Главный осындай. Жарылқапов деген Дулат, қателеспесем, осы кісі өзі печать қолын қояды дегендей. Датасы барлығы тұрады. Қай очередь несі барын көріп алыңыздар. Яғни кейбір құрылыс компанияның офисіне отдел продажға барғанда осындай сертификаттарын іліп қояды. Міне біздің ФГЖСіміз бар, мемлекеттің гарантиясы, не переживайте, қорықпаңыздар деген сияқты сондай нелер бар. Одан кейін мына ФГЖСтің бір жақсы жері, құрылыс компаниялар ай сайын отчет беріп отыруға тиесілі, бірақ енді ол сайтқа кейде салынады, кейде салынбайды. Хотя міне 2021 өтіп кетті, мыналар тек 3 айдың ғана отчетін салған. Но все равно отчет салынып жатқан кезде мінекей сіздер бұл любой үйдің суретін барлығын көруге болатынын ескерткім келеді. Бұл ФГЖС-тің тағы да бір артықшылығы, ФГЖСі бар үйлерді сіз уже Жилстройсбербанкпен 50-50 ешқандай залогсыз ала беруге мүмкіндіктеріңіз бар екенін ескерткім келеді. Яғни залогсыз. Әйтпесе кейбіреулері бар ғой, мысалы ФГЖС жоқ компания, жоқ, бірақ Жилстроймен алғыңыз келсе 50% болса Жилстрой айтады, сіз маған залог беріңіз, осы сияқты үй беріңіз залогқа, сосын барып 50-50 қоясыз, сосын барып сізге оформление жасаймыз. Ал ФГЖСі бар үйлерді сразу Жилстроймен 50/50 ала бересіз. Немесе ФГЖСі бар үйлерді мемлекеттік бағдарлама арқылы шаңырақ, бақытты отбасы болатын болса, тоже ала беруге болады. Енді ол жақта білесіздер, үйдің кезегіне тұрған азаматтар 10% первоначальный взноспен алады. Ал егер сіз үйдің кезегіне тұрмайтын ешқандай категория болса, онда 50-50 мен Жилстрой отбасы банк арқылы аласыздар. Яғни барлық нәрсе осы KCC сайтындағы деятельность гарантированного жилищного строительства деген сайттың ішінде толық ақпарат барын ескертем. Қысқаша осы ФГЖС жайлы. Бастысы енді ФГЖСі жоқ болса да, жаңа айттым ғой, ДДУ жоқ болса да, егер сенімді құрылыс компаниясы болса, онда тоже рисковать етіп жаңағы ақшаны құюға болады. Бірақ егер де алданып қалатын болсаңыз, онда уже заң жағынан оны дәлелдеу де қиынырақ. Ал егер де ДДУ болса, онда ол үй толығымен әкімшілік, акиматтың құзыретінде, ал ФГЖСі болса, ол толығымен мемлекеттік деңгейдегі мемлекеттің гарантиясында тұрған нәрсе. То есть ұйқыңыз кішкене болсын тыныш болады деген нәрсені айтқым келеді. Осымен ФГЖС жайлы сабағымыз аяқталды.